Лох-Несс көлі Шотландияның тылсым мекені. Бұл әдемі көлдің тереңдігінде тек су емес, әлемдегі ең әйгілі жұмбақ жасырылған болуы мүмкін. Сіз Несси есімді құбыжық туралы естідіңіз бе? Лох-Несс Ұлыбританиядағы ең терең көлдердің бірі. Оның тереңдігі 45 метрден асады, ал суы қараңғы әрі тұнық. Аңыз бойынша мұнда Несс деп аталатын алып құбыжық өмір сүреді. Бұл тіршілік иесі алғаш рет 1933 жылы байқалған. Содан бері көлдің атымен Несси атанып кеткен құбыжықты көрдім деушілер тұрғындар арасында көбейіп келеді. Және олардың барлығына жуығы Нессиді алып денелі, ұзын мойынды деп сипаттайды. Көлдің ұзындығы 37 километр, ал су астындағы үңгірлер мен туннелдер оны зерттеуді қиындатады. 1972 жылы арнайы су бетінен сканерлеу құрылғылары тереңдіктен алып дененің белгісіз қозғалыстарын тіркеді, бірақ нақты дәлел табылған жоқ. Басқа теорияларға сәйкес, Нессидің бейнесі жарықтың ойнауы немесе алып балықтардан туған иллюзия болуы мүмкін. Ежелгі Шотланд аңыздары бойынша, Лох-Несс көлі жер асты туннелдері арқылы солтүстік мұзды мұхитпен қосылады. Мұз астындағы мұхиттың зерттелмеген жануарлары кейде көлге келетін болуы да мүмкін. Лох-Несс көлінің құбыжығы туралы жүздеген фото мен видео бар, бірақ олардың ешқайсысы құпияны шешкен жоқ. Көлде суасты камералармен жүргізілген көптеген зерттеулер жұмбақ болып қала берді. Сіз қалай ойлайсыз, Нессидің құпиясы аңыз ба, әлде шындық па? Қосымша құпияларды ашу үшін лайк басып жазылыңыз.